Бүгін кешкі асқа отбасымызға арнап картошка мен ет және салат және картошка мен еттің бетіне дәмдеуіштер дайындаймыз. Ыдысымызға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Қызып тұрған пешке майды құйғаннан кейін қызып тұрған майда етті салсаңыз, өте дәмді болып қуырылады. Үстіне пиязымызды салып, тағы 5-10 минут қуырып аламыз. Әрқайсысын қуырып жатқанда өзіміздің жұмысымызды жинақы тез жасай береміз. Мына жерде мен пияз сарғайғанша қуырсаңыздар, тамақтарыңыздың дәмі өте біркелкі болып кіреді. Қыздар, кешкі асқа қазір мен сіздермен бірге салатты да дайындаймыз, бетіне себетін пиязды да. Томатымызды саламыз, оны да жақсылап қуырып аламыз. 10 минут, 7 минут қуырсаңыздар, томатты қызарғанша қуырған кезде тамақтың дәмі өте айбат болып шығады. Осылай қуырып аламыз, жақсылап. Қуырып жатып, мен анда капустаны және картошканы турап дайындап жатырмын. Тамақты бастаған кезде мен бірінен соң бірін қуырып, екіншімді істеп, екінші затымды ашып, турап дайындай берем, үстіне сала берем. Сол кезде менің уақытым шектеулі және өзіме үнемді болады. Бізде қуырылып жатыр, жақсылап қып-қызыл томатымыз, пиязымыз, етіміз бәрі қып-қызыл болғанша қуырылады. Енді менің капустам дайын. Қазір үстіне капустаны саламыз. Сөйтеміз де капустаны да бірге қуырамыз. Капустамызды қуырған кезде 10-15 минут қуырасыздар. Капустаның өзінің суы шығып, жаңағы көлемі азайғанша қуырсаңыздар, өте дәмді болады. Піскенде де көбісі капустаны аз қуырады да картошкамен бірге жұмсарады деп. Ол дұрыс емес, өйткені капустаның дәмі басқаша болып кетеді. Осы кезде жақсылап капустаны бірге суы шыққанша қуырып алсаңыздар, асықпай 7-10 минут, ол кезде капустаның да, тамақтың да дәмі басқаша болып дәмі кіреді. Міне, біз капустамызды 7 минут қуырдық, көрдіңіздер қандай сулы болып тұр. Араластырып қозғап аламыз жақсылап, сосын үстіне дайын картошкамызды саламыз. Капустаны да, картошканы да мен кубик-кубик қылып турадым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы сопақша немесе жалпақ-жалпақ қылып турасаңыздар болады. Ол әр адамның өзінің талғамына қарай. Міне, картошкамызды саламыз осылай. Капустаны біркелкі қылып, үстіне картошкамызды салып, кішкене тұзымызды сеуіп бұқтырамыз. Және де ішіне жарты пиалай су құйсаңыздар, сол кезде сулы болып піседі. Жарты пиалайдан көп құюдың қажеті жоқ, өйткені буланған кезде картошканың өзінің суы шығады. Міне, бізде 40 минут уақыт өтті. Өзінің суына өзі буланып піседі. Өте дәмді болады. Көбісі ойлайды, жаңағы картошканы етті қуырды, капустаны қуырды, картошка сондай ет піспей қалмай ма деп көбісі қорқыныш болады. Бірақ біз бұқтырып қоямыз. 40 минут қойсаңыздар, осылай әдемі біркелкі болып шығады. Содан тағы да бір айтарым, картошканы жарты еткенде қуырғанда, табанды жасағанда көп қозғалмауға кеңес берем. Көп қозғалмасаңдар осылай қалталап піседі. Енді салатымызды дайындаймыз. Картошкамызды тағы да 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Менде үйде осындай капуста бар екен. Сол капустаны тураймын. Одан кейін помидор тураймын. Одан кейін огурцы, чеснок турап, тұзбен араластырып, кешкі тамаққа салат жасаймын. Міне, біздің салатымыз дайын. Тұзын сеуіп, зеленін салып, араластырып, кешкі асқа береміз картошкамыздың жанына. Енді картошканың бетіне кафедегідей пияз дайындаймыз. Өте дәмді болады, және ащыны үйде жақсы көрсеңіздер, бір пиязды алып тураймыз, үстіне зелень саламыз. Одан кейін үстіне үйде дайын уксустар болады. Менде үйде арнайы осылай дайындап қойған. Сол уксусымызды салып, үстінен қызыл бұрыш себеміз.
Міне достар, бүгін менің отбасыма, шағын ғана отбасыма картошка, капустамен, сонымен қатар салат, дәрумендерге бай и аппетитті ашатын пияз дәмдеуіштермен дайындадым. Сіздер де отбасыларыңызға кешкі асқа дайындап қуантыңыздар.